Дәл қазір менің миыма қан құйылайын деп отыр. Жалғыз менің ғаным емес, есі бар, бала тәрбиелеп отырған әрбір қазақтың шаңырағындағы ата-ананың менен үлкен өнерде жүрген, басқа да қызмет саласында, басқа мамандықта жүрген есі бар пенденің қан қарайып отырғаны бәрімізге бесенеден белгілі. Өйткені осы бүгін ғана мына бүкіл әлеуметтік желіден жайлап алған ана бір біздің мақтабастар, бұзаубастар. Біз тумай туас өккірлер, қазақтың жігіттері деп айтады. Ана Ирина Қайратовна дегеннің концертіне барып, ана Шиза деген қазақ болмай кетсен, атсаң атып жібер. Қанша жұлдыз болсаң да, аспаннан аяғың салбырап түссе де, сен адам емес екенсің, хайуан екенсің. Айтуға, олардың не деп айтқанын айтуға аузым бармайды. Біз бала тәрбиелеп отырып, сол баланы қайтсек біз қазақыландырамыз, қайтсек соған ұлттық рухты сіңіреміз, қайтсек соның тәрбиесімен айналысамыз деп жатқанда, олардың көрсетіп жатқан үлесі мынау ма? Үлгісі осы ма? Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді. Көз көруге, құлақ естуге жаратылғаннан кейін, Құдай тағала солай жаратқаннан кейін көреді екенсің бәрін. Маған тоқтау салатын құзырлы органдардан, жоғарғы шенді шенеуніктерден, министрліктен тоқтату салатын адам бір ма мынаған? Мыналардың құйрығын кесіп құнтитып, құлағын кесіп шынтитып, ортадан аластау керек. Тіпті қолына микрофон бермей, сахнаға жолатпайтындай жасау керек. Мынаған не дейсіздер ағайын? Бір жауап беретін біреу бар ма? Сіз не дейсіз, қымбатты көрермен? Баланың тәрбиесін біз осылай тәрбие береміз ба? Олардың айтып жатқан рэп дей ма, кю-поп дей ма? Біз қайткен күнде баланың бойына қазақтың халық әні мен халық композиторларының әндерін қайтып сіңіреміз деп жүргенде, мыналардың жасап жатқан тірлігін көрдіңіз бе? Көк туымызды умаждап сахнаға алып шыққан тірлікті көрдіңіз бе? Айтып жатқан боғауыз сөздері, тіпті біз сол сөзді айтуға ұяламыз. Сіз бұған не дейсіз? Кім жауап береді? Маған жауап беріңізші. Кім көмектесе алады бізге? Біз шарасыз күйде бүгін күні күй кешіп отырмыз.